саламатсыздар ма? Бүгін біз CSS-пен танысамыз. CSS дегеніміз өзі не? CSS дегеніміз өзі не деп қайталасаң, CSS деген өзі, былай қарап тұрсақ, HTML-дегі элементтерді түрлерін әдемілеу және олардың реттестіру деген сияқты. Ол үшін біз ашайық және бір текстовый файл жасайық. Мысалы, оның атын style басқа ат берсек те болады. CSS расширение CSS болады. Бұлай өзгереді. Енді бұл жерде индекстегі барлық тегтерді безендіруге және олардың орындарын өзгертуге болады. Мысалын көрсем қазір. Қазір бұл былай ашып алайық. Яғни бізде өзгертуге болатын тегтер олар, яғни осы body, h1, p, a, осы тегтер өзгерте аламыз. Мен айтуды ұмытып бір нәрсені, title ол страницаның аты жазылады. Мен бірінші сабақта айтуым керек едім бұны, бірақ білмеймін, миым ашып кетті ма, бір нәрсе болып кетті. Міне title, менің бірінші веб-сайтым. Көрдіңіздер, болды. Енді CSS-ке кіріспе. CSS дегеніміз өзі Cascading Style Sheets па, сондай. Cascading Style Sheets бұл сондай. Ұмыт қалыппын. Мейлі. CSS-ті управлять ету, яғни CSS-ті код жазу, ол үшке бөлінеді. Ең біріншісі ол тегтің өзіне барып жазу. Қарапайым тегтің өзіне. Яғни body деген тег, мұнаның барлығы body. Осының барлығы body. Және bodyға барып былай жазамыз. Яғни style тең. Мына жерге style тең деп тырнақша ашқаннан кейін тырнақшаның ішіне сол тегтің қасиеттерін жазуға болады. Мысалы background color дейміз да, қарапайым бір түстер береміз. Red тип. Яғни bodyдағы барлық, яғни bodyдің артыңғы түсін, яғни фонын қызыл қылады. Сақыран жетейін. Жіберейін. Обновить етеміз. Яғни түсін өзгерттік. Өзі CSS өзі сондай түсін өзгертуге болады, шрифтті өзгертуге болады, шрифттің размерін және де тағы басқалары бар. Тағы не? Не өкеттім. Көрінбей қанкамы. Енді өзгерткеннен кейін жалғасылайық, көзді қызартпай. Бұл бірінші жол. Яғни стильмен ұрады. Яғни барып тікелей тегтің өзінің ішіне жазу. Яғни тағы бір мысал келтірейін. Мысалы, өзгертейік. Мысалы, style деп жазамыз. Тең, тырнақша ашамыз. Color түсін өзгертейік. Мысалы, бұнытта red десек. Сақыран еттім. Бастым. Енді оны қызыл қылды. Яғни H1-де H1-дің түсін, яғни мынау қызыл айналып кетті да. Және тағы да бір қасиет жазсам болады. Көптеген қасиеттер жаза берсем де болады, бірақ background мысалы gray десем де болады. Gray деген түс бар, яғни сұр түс. Ашам. Обновить етем.
яғни несі өзгерді, фон өзгерді. Енді бұл бірінші жол. Екінші жолды көрейік. Бұлай жазбай, бұлай жазсақ та болады. Хиттің ішіне жазсақ болады. Хиттің ішіне стайлдарды жазсақ болады. Екі тег ашамыз. Бұл парный тег болады. Стайл деп жазамыз. И стайлды жабамыз. Және бұның ішінде өзінің типтерін беруіміз керекпіз. Type, text, CSS, CSS, rel, style sheet. Осының ішінде біз селекторды қолданамыз. Енді селектор дегеніміз не өзі тікелей қазақша аударғанда таңдаушы деген сөз. Яғни селекторлерге мысалы селекторлер арқылы жұмыс істейді осы CSS, яғни таңдаушы арқылы. Яғни body таңдаймыз. Оны қалай таңдаймыз? Барамыз да body'ді өзгерту керекпіз. Body деп жазамыз. Яғни фигурный жақша ашамыз. Енді осы ортаға body тегінің қасиетін жазамыз. Яғни дәл бағанағыдай background color red деп сақтаймыз. Жібереміз бұларды. Енді дәл сол сияқты не өкетті. Тағы да бір текті алсақ болады. Мысалы h1-ді алайық. Или p-ді алайық. P неғып тұр, үндемей. Осы p-ді алайық. P-дағы түстерді өзгертейік. Color қандай десек болады. Мысалы white дейік. Яғни p деген текті алдық. Және оның түсін өзгерттік. Қасиеттерін жаздық. Яғни обновить басам. Алардың барлығы аққа айналады. Байқап отырсаңыздар. Осылай. Және үшінші жолы бар. Үшінші жолы біз бұлай жазбақ қоямыз. Яғни стайл оны бәрін алып тастаймыз да. Естеріңізде ма? Ең бірінші мынаны істеп едік қой. Бұл ұмытып кетті деп ойламаңыздар. Бұл тұр бұл жерде. Енді осыны жалғаймыз. Яғни ол мына жерге жазамыз енді. Стильдерді. Оны былай жазамыз. Link, rel, style sheet, type, типін жазамыз. Text, CSS. Сосын оның қақта тұрған жазуымыз керекпіз. href. Ол қақта тұр, ол жанында тұр. Сол үшін файлдың атын жазамыз. Style және расширениясын. CSS. Енді мына файлмен индексіміз жалғанып тұр. Енді біз мына жақта отырып индекстің ішіндегі тегтерді өзгертіп отыра беруімізге болады. Яғни қасиеттерін. Яғни body дейік. Body, background, color, silver дейік мысалы. Күміс түсті осын. Сақтаймыз. Енді арамызда басып көреміз F5-ті. Сұр түс болды. Және қара түс қылсақ та болады. Түк көрмейді оны. Мақыл. Қара түс осы. Және нені аламыз дағы. Енді біз үшінші тұрған осыған қолдан көрейік. Яғни бұның түрі қазір қандай болып тұр? Бұның түрі қазір келесі рет. Қазір бұның түрі осындай бір
көкшіл бір нәрсе болып тұр, фиолетовый болып ренжіп тұр ма өзімен өзі. Ол үшін дейміз, басамыз. Яғни байқасаңыздар, тегтің аттары бойынша алып жатырмын. Яғни тегтің аты, тегтің аты, тегтің аты, мейлі. Тегтің аты, яғни енді түсін өзгертіп. Түсі бұның болсын жасыл болсын шүр. Green. Абылай етем, жасыл ғанылды. Енді тағы бір нәрсе айта кетейін. Бұл түстер санаулы ғана түстер емес. Бұл кете береді бұл түстер. Яғни бұл маңызды болған түстер, яғни точка қойылған түстер. Бұның орнына біз решетка қойып, 6 значениеден тұратын код жазсақ болады. Мысалы түстердің кодын, яғни RGB бойынша. Мысалы мында бір түс бар, 255 EDD деген. Ол кодпен жазылды түстеріміз. Яғни көптеген түстер бар. Өзгерді. Мейлі өзің түсіне келді. Дәл осыны көшіріп, мына жерге жазасы сақталады. Сақтаймыз. Адман кетеміз. Біздің тегіміз неште тұр, сілтемеміз, бірақ түсі бірге болған екен көрінбей кетті. Қайта кетті десеңіздер. Жалпы бүгінгі сабаққа осы, яғни CSS-ті жалғалық, енді осылай жұмыс істейміз үшінші методпен. Андай методпен, бірінші методпен, яғни тікелей жазатынмен, ол да маңызды, бірақ оны жазатын кездер болады өзінің. Жалпы бүгінгі сабаққа осы. Көптеген эксперименттер істеп көріңіздер өздеріңіздер. Теориялар оқыңыздар интернеттен, көптеген пайдасы бар. Онда келесі сабақта кездескенше жақсы.